Автор бұл шығармада адамдық бақыттың әлемде теңдесі жоқ романтикалық әлемін жасайды. Роман бұл махаббат жайлы сырлы да нәзік шығарма. Автор кітапта алғызыл желкендер туралы ертегі шындыққа айналады. Сол арқылы, егер адам арманшыл болса, шын бақытқа ұмтылса, сол жолда өзіне сенімді әрі рухты болса, ол соңында түбінде өзінің сенгеніне жетеді. Арман бұл адам көкейіндегі ізгі ниет, болашаққа деген үміт, алға қойған мақсат. Қазақта армансыз адам жоқ. Арман адамды алға жетелейді. Көптеген ерліктерге, батыл, адал әрекеттерге термелейді. Шынында адам баласына ерекше қасиетті армандауды үйреткен Алланың құдіретінде шек жоқ қой. Ассоль анасынан 8 айында айырылады. Ассольдің әкесі Лангрен теңізші болған. Кішкентай қызын асырау үшін Лангрен өз армандарынан бас тартып, ойыншық қайықтар жасады, қайықтарды сатып, сонымен күн көреді. Бір күні қашадай қыз Ассоль әкесінің жасап берген алқызыл желкендері бар кемесін су жағасына жіберіп көрмекші болады. Су толқыны кемені қыздан алыстатып жібереді. Ассоль кеменің артынан жүгіреді. Сөйтіп кеме өте алысқа жүзіп кетіп, Эгіл атты сиқыршының қолына түседі. Эгіл ойыншық алқызыл желкені бар кемені анықтап тұрып қарап шығады. Артур Грей бай отбасына шыққан. Грей теңіз бетінде кемемен жүзіп саяхаттағанын ұнатады. Бір күні Грей орманда жүріп, ұйықтап жатқан Ассольді көріп, ес-түссіз ғашық болып қалады. Сөйтіп ол Ассольдің қолын алып, саусағына сақинасын тағып кетеді. Ассольде Грейге ғашық болып, оны су жағасында күтіп жүреді. Еш уақытта үмітін үзген емес. Ассоль әкесіне сиқыршы Эгілдің айтқандарын айтқан еді, бірақ әкесі оған сенбеді. Лангрен Ассольдің арман қиялдарына қарсы болмады. Ол қызының үміт отын үзгісі келмеді. Күндердің бір күнінде Ассольдің арман қиялдары орындалады. Ассоль Грейді күтіп алды. Сөйтіп Грей мен Ассоль бірге қосылды.